Барлықтарыңызға сәлем. Бұл сабақта спорттық бағдарламалау федерациясы Абай және Қызылорда облыстарында ұйымдастырған 9-11 сыныптарға арналған олимпиаданың есептерін шығаруды жалғастырамыз. Есептер есеп.fed.kz сайтында. Бұл сайтқа тіркеліп, логин парольмен кіру керек. Сосын соревнования бөлімінен есептерді олимпиаданы таңдап есептерге өтуге болады. Ол туралы бірінші сэндвич деген есепті шығарған кезде айтып едік, сол видеоға қарауға болады. Тіркелу жайлы SPFED-тің арнасынан тіркелу және есеп талдау деген видеодан көруге болады екен. Есеп выбор песни деген есепке келіп едік, сол есепті шығарамыз. Әнді таңдау деген есеп Ғалымжан, Арман және Әліхан музыка таңдап жатыр, ән таңдап жатыр. Ғалымжан А номерлі, Арман Б номерлі, Әліхан С номерлі әнді ұсынып жатыр. Олар егер көбісі таңдаған әнді қоюға келісті. Сонда егер әр бірінің таңдаған әндерінің номері әр түрлі болатын болса, онда кіші номерлі әнді қоюға келіскен екен. Қай ән таңдалған туралы мәліметті шығаруымыз керек. Мына жерде 3-де 9 болып тұр, 9 шығады екен. Мына жерде 2-3 тұр, сондықтан 3, мына жерде 2 бір рет қана, 3 2 рет болғандықтан 3-ті таңдайды екен. Енді көпшіліктің ойына қарап шешім қабылданады екен. Ал мына жерде барлық әр түрлі сандар 3 түрлі сан болса, онда ең кішісін шығару керек екен. Программасын жазайық. Бізде 3 түрлі сан беріледі, ABC деген. Егер енді 3-і бірдей болса, if деп жазам. A тең, B тең, С болса, онда айырмашылық жоқ. 3-і тең, print A деп жаза салам. Print B десем де, С десем де болатын еді. Elif. Егер енді 3-і тең болмаса, енді 2-і тең болу мүмкін. A мен B тең болатын болса, онда print A-ны немесе B-ны шығарсам да бола береді. Екеуінде де бірдей жауап шығады, өйткені екеуі бір-біріне тең. Немесе A мен С тең болу мүмкін. A мен С тең болу мүмкін. Print. Ондай жағдайда не шығу керек? А шығарсам да, С шығарсам да болады екен. Екеуі онда Elif. Енді тағы екеуі тең болу мүмкін. А мен Б, А мен С, Б мен С қалды. Б мен С тең болатын болса, онда А-ны шығарсам да, Б-ны шығарсам да, С-ны шығарсам да болады. Өйткені екеуі бір-біріне тең. Б деп жаза салайын. Енді 3-і тең емес, 2-і де тең емес болса, онда барлығы әр түрлі деген сөз. Ондай жағдайда есеп шарты бойынша ең кішісін шығаруым керек. Мен A, B, С деп жазып қоям. Енді тексеріп көреміз. 3 сан болсын, 9, 9, 9. Онда 9 деген жауап шықты. Енді келесі тестте 2, 2, 3 болатын, 2 деген жауап шығу керек. 3, 3, 2 болса, 3 деген жауап шығатын еді. Енді әр түрлі сандар болса, 3, 4, 5 болса, ең кіші шығу керек, 3 шығып тұр. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Мына жерде отослать решение деген. Кодты мына жерге қоямыз. Python деген компилятор Python 3 таңдалып тұру керек. Отослать.
tekshirib жатыр. Accept ettim. Mına esep kabullandı. Mına жерде qarap tursak A 3 жағдайда A шығып тұр. Тек қана бір жағдайда B шығып тұр. Ал мына жерде ең кішісі шығып тұр. Мына жерде сорттап жіберсем, ең кішісі де A болады екен. Sorted деп жазсам, ең кішісі A болады. Sonda B шығатын жағдай біреу ғана болды. B мен C тең болса ғана B шығады екен. Басқа жағдайда, кез келген жағдайда A шыға береді. Else print A деп жазсам. Тексеріп көрейік. Коды қысқалы болады екен. Дұрыс бола ма, жоқ па, тексеріп көрейік. Барлығы бірдей сандар болсын. 4 дұрыс. 2 бірдей сан болсын. 3 дұрыс. Барлығы әртүрлі сандар болсын. 2 дұрыс. Дұрыс сияқты мына кодта мынанда жіберіп тексеріп көрейік. Өтсе өтті, өтпесе мына бірінші шешім бойынша қала береді. Мына жерден қайтадан кіру керек сияқты. Тексеріп жатыр, 4 тесттен өтті. Барлық тесттерден өтті. Мына кодта қысқаша код болады екен. Бір ғана жағдайда бұны шығарамыз, қалған жағдайларда аны шығарамыз. Мына есеп шықты. Бүгінге сол, келесі есептерді келесі сабақтарда шығарамыз. Сау болыңыздар.